достар, сендермен бірге Матрикс, және де мен бүгін өткен жолғы сұраған сұрақтардың жауабын беретін боламын. Енді мен бұл видеода Bedwars ойнамаймын. Ендеше видеоға кет, достар. Ендеше достар, бірінші сұрақ маған Venom деген бала қойыпты. Сәлем, топ, мен Акодан келдім дейді. Атым Сабыр. Рахмет, Сабыр. Сұрақ қойды екеніңе. Қай қалада тұрасың? Шымкент деген қалада тұрамын. Туған күнің қашан? Мен туған күнім 23 наурыз. Қызым бар ма? Енді қызым бар. Сен мықтысың ба, әлде мен мықтымын ба? Білмедім, сені танымадым ғой. Мен танымаймын ғой. Көрейікті. Маған сәлем жолдас. Сәлем, сал. Пока. Пока-пока, чау. Ендеше екінші сұрақ. Кулка дейма, Куча дейма, сол бала қойыпты. Менің кланыма кіргім келе ма дейді. Білмеймін дейді. Жоқ, өзім кланым бар. Және мен танып отырсың ба? Жоқ, танымадым. Үшінші сұрақ. Дезо ПВП деген баладан келіпті. Салам, Матрикс, салам. Қызым бар ма дейді. Бар. Нешедесің дейді. 13-темін, сынатын аман. Қайда тұрасың? Шымкент қаласында. Нешінші сынып оқисың? 8-ші сынып оқимын. Енді оның соңғы 6-шы сұрағы. Ванвулф па, әлде Хайнлес па дейді. Ол кландар ғой, а? Ванвулф, конечно, Хайнлес деген клан танымайды екен. Ендеше біз достар 4-ші сұраққа кеттік. 4-ші сұрақ. Драймер деген баладан келіпті. Енді көшетін ойын бар ма дейді. Иә, көшетін ойын бар. Атың кім? Аман. Қай қалада тұрасың? Шымкентте. Жасың нешеде? 13-те. Go like басам саған. Давай. Енді келесі сұрақ достар. Моба топчик деген бала қойыпты. Салам. Жас нешеде дейді. 13-те деп айттым. Төбелесіп көрдім. Әрине төбелестім. Қай қаладансың? Шымкент қаласынан деп қанша рет айттым. Сау бол. Енді келесі сұрақ. Ерко деген баладан келіпті. Салам, Матрикс, салам. Сұрақ. Не үшін ютубтағы атыңды Матрикс деп қойдым? Өйткені Матрикс деген ат маған ұнап қалды. Және қызым бар ма? Қызым бар. Мен мысалы өске түсуге қалай қарайсың? Болады. Арманың не? Арманым өскенде үлкен білікті маман иесі болу. Жасың нешеде? Мен жасым 13-те. Атың кім? Аман. Маған сәлем жоқ. Не ақта мен? Сұрақ қойыңдар десем тапсырма қоймадыр ғой. Сәлем, Ерко. Қош сау бол. Рахмет сұрақ қойғанға. Енді келесі сұрақ. Казпвп деген баладан келіпті. Салам, брат. Мен ғой Наурыз. Салам. Жасым нешеде? Мен жасым 13-те. Атың Аман. Ютубта қалай келдің? Енді Ютубта бір күні бір досым айтқан, Ютубта каналым бар, мен де аштым сол кезде. Ең Гринвик серверін кім айтты дейді. Маған бір Жасик деген досым бар еді, сол айтты маған. Енді саған қай ютубер ұнайды? Маған енді қазір мөкпешелерден Димфи солар көп қой, солар ұнайды. Енді ары қарай енді келіп. Енді Free Fire ойнайсың ба дейді. Ойнағам, қазір ойнамаймын. Неге Matrix деп қойдың каналында? Өйткені Matrix деген канал ат ұнап қалды енді өзіме. Бірлік деген ютубер саған ұнай ма? Бұрында ұнаған, қазір онша ұнамайды. Маған сәлем жолдас. Сәлем, Казпвп. Яғни Наурыз. Давай, сұрақ қойып кеткеніңе рахмет. Енді достар келесі сұрақ. Енді Лиф деген баладан келіпті. Салам, Матрикс, салам. Сұрақ, атың кім? Аман. Қайда тұрасың? Шымкентте. Менімен совместке шығасың ба? Иә. Қандай идея бар? Енді идея жоқ, енді жазып кетіңіздер комментке. Енді идея жоқ деген жоқ емес, енді бар. Енді қандай десеңіз, біреулермен совместке шығу, Bedwars түсіру керек, ойнау керек, әр режимде ойнап көру керек. Енді солар сондай, енді скоро сондай видеолар шығатын болады, енді өзім солай ойлаймын. Енді келесі сұрағыңа кеттік, досым. Енді сен одан да ары қарай сұрақ қойыпсың, кейін ютубтан кететін ойың бар ма? Жоқ, енді ютубтан кеткім келіп жүрген жоқ. Тағы сұрақ қойын ба дейді. Иә, қоя бер. Матрикс топ, хейтер лох и жоқ дейді. Рахмет мақтағаның үшін. Go тегін лайк. Конечно, лайк басам. Ендеше осымен сұрақ, осымен аяқтайық. Ендеше достар, бұл осымен сұрақтарыңыз бітті. Ендеше сау болыңдар. Тағы да комментке сұрақтар жазып кетіңдер. Екінші бөлім шығады.